Бүгін 30 адамға ауызашар беретін болған соң ертемен тұрып бауырсағымды аштым. Бисмилля деп басқа тірліктерімді бастадым. Неге сонша көп қонақ күтесіңдер, барлығы ысырап қой деп бір кісі жазып жіберіпті. Қанша қонақ келсе, сонша құт береке кіреді. Сөздің шындығы қазір барлығы бұрынғыдай емес. Ләжі болса сырттан қайтарғысы келеді. Мен барлығын бір өзім жасайтын болған соң біраз заттарды бір күн бұрын жасап қоямын. Көптің сұрағы барлығына жалғыз өзің қалай үлгересің? Мысалы, торттарды бір күн бұрын жасап қоямын, кремі жақсы сіңу үшін. Самсанында жасап, бетіне жұмыртқасын жағып, оны да морозилке қатырып қоямын, ертесіне ыстықтай ұсыну үшін. Мен үшін ең оңай тамақ бешбармақ. Қазанға етіңді сала саласың, ары қарай тірлігіңді жасай бересің. 4 түрлі пирог жасадым: медовый торт, молочная девочка, киндер торты және творожный пирог. Негізі барлығын үйден жасаған берекелі болады. Мысалы, дүкенге барсаң, кішкентай ғана тортты 10 мың теңгеге аласың. Ал сіз сол 10 мың теңгеге керек заттарыңызды алып, 2-3 торт жасай аласыз. Әрине, ебін тапсаң. 3 түрлі салат жасадым: греческий салат, одан кейін фунчоза, оливье салат. Бұл ауызашарда бір оқпен 2 қоян аттық десек те болады. Ауызашар және наурызға арналған дастарханымыз. Кейде қамыр жайып үлгере алмай қалғанымда бешбармаққа кеммидің жаймаларын аламын. Бірінші мұздай суға салып жуып аламын, одан кейін қайнап тұрған сорпаға 10-15 минутқа пісіріп аламын. Қамыр жабысып қалмайды, езіліп кетпейді. 4 табақ ет жасадық. Өлә, мына етті біз 1 жыл жейміз ғой деп бір құрбым айтып еді. Қонақтарымыз үлкен кісілер болған соң өзінің дәрежесіне қарай жілік беріледі. Ал менің дастарханым сіздерге ұнаса, жүрек басып, пікірлеріңізді жазып сақтап алыңыздар. Менен сіздерге идея болсын.